Баршаңызға сәлем. Бүгін мен үй жағдайында өте дәмді әрі жұмсақ батон нан пісіретін боламын. Ол үшін ыдысымызға алдын ала еленген 1 килодай ұнымызды салып, үстіне 1 десерттік қасықпен немесе 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы және 2 шай қасық құмшекер салып, үстіне жарты кесе шемішке май, яғни пісте май құйып, жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр қатты болып қалмау керек. Ұнды илеп алсаңыздар, қамырларыңыз әдемі болып үлпілдек болып ашиды. Міне қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді оны 2 сағатқа бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Жалпы мен нанға көп ашытқы салмаймын. 1 ас қасық ашытқы салсаңыздар да, жарты сағатта ол ашиды, бірақ артық ашытқы ағзаға зиян. Қамырымыз ашыды. Оны біз әдемілеп қайтарып илеп, 3 бөлікке бөлеміз. Яғни, осы қамырымыздан 3 батон нан шығады. Қолдан жапқан нан әрине дүкендікіне қарағанда дәмді болады. Өздеріңіз де дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Мінекей 3 бөлікке бөліп алғаннан кейін, әрқайсысын біз қолымызбен жаямыз. Батон нанның арасы негізі өзі бөлек-бөлек болып тұрады. Сол үшін біз қамырымызды өстіп жайып аламыз. Және кәдімгі нанға қарағанда арасы сәл тығыздау болып тұрады. Қамырымызды жайып алдық. Енді шетінен бүктеп, батонның кейпіне келтіреміз. Табамыздың үстіне пергамент қағазын қойып, үстін сәл майлап аламыз да, батон нандарымызды орналастырамыз. Батон кейпіне келтіру үшін пышақпен тілгілеп шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз, және дәмін келтіру үшін бетіне күнжіт сепсеңіздер болады. Нандарымызды қызып тұрған пешке 180 градусқа жарты сағатты қойып пісіріп аламыз. Мінекей нанымыз дайын болды, жұмсақ әрі дәмді, арасы әдемі піскен. Қолдарыңыз тиген кезде үйде осылай нан пісіріп жеңіздер. Әрі дәмді, әрі тойымды болады.